Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Баяғы әйел кемпір болса да керемет екен. Бұрын осыдан вақтада жүрген оқиғам туралы жазған болатынмын. Өзімнен 30 жас үлкен әйелде жынысты қатынаста болғаным туралы айтқанмын. Артынан арамыз алшақтап бәрі де ұмытылып кеткен болатын. Арада 5 жыл өткен соң әлгі әйелді тиктоктан көріп қаламын. Кәдімгідей үлкейген екен. 60-қа таяп қалды ғой енді. Содан жекесіне шығып нөмірін алып қайта сөйлестік. Бұрын оны еске салып едім, қоздырып жібердім ғой. Неше жыл секісіз және оны ойламай жүр едім дейді. Содан видеозвонок жасап, аман уқалап, ыңырсып, ыңқылдап бірнеше рет бітірді. Ананы көріп біле шыдай алмадым. Содан вақтадан келіп сала, бұл жағында жұмыс шығып тұр. Сварщик бір аптаға жақсы төлейді деп пойызға билет алдым да бастым ғой. Ол да қуанып қалды. Кемпірдік кім сүйеді деп жүрсем де, содан барып квартира алдым да адрес жіберіп едім, жетіп келді. Квартираға кіре сала сүйісіп, аймалап, есік алдына бастап шешіндіріп, жатын бөлмеге диванға апардым да сразу тоңқайтып қойып, айғырымды сүңкітіп жібердім. Қатты қозғаны ма, сразу бітірдім. Енді кайф ұстап алғаннан кейін ананы қайтадан сығуға желана жоқ. Ол өліп бара жатыр, аймалап. Содан түсіндім-ау деймін, ренжігендей болып қалды. Содан мен магазинге бардым да 1 литр арақты екеуін алдым. Келіп 1 литрді қылдай бөліп алдық. Көңіл ауланды. Ауызға алшы деп едім, қиналып шамалы алды. Содан қайта бір жолы ұзаққа шаптық. Қалған арақты ішіп одай мас болдық. Ол ұйықтап жатқанда көтін майлап көтінен жібердім. Ыңырсып жылағандай болып жатыр, бірақ басын көтере алмайды. Бір кезде қоңырауы шылдап еді, қарасам балам деп сақтап қойыпты. Содан не керек, ана звоноктан кейін қайта қозып кеттім. Себебі ойымда бір жамандық болды. Кейін оны арақтың буы деп өзімді жұбатқанмын. Ішіне көпшік қойып, көтін тоңқайтуға келтірдім де телефонды астымызға қойдым. Ама мен көті анық көрінеді. Көтін дайындап қойдым. Bir кезде екінші қайтара қоңырау шалғанда көтінен қотақты тығып жібердім де, шамалы бақырсын деп, шашынан тартып, мойнынан артқа қайырып тастадым. 15 секундтан алдында не айтқанын естімедім. Телефонды жауып тастады. Қайта звондағанда алған жоқпын. Себебі анау алынған нечаянный жағдай ретінде қалсын дедім. Содан сегіп бітіретін кезде қотағымды шығардым да перезікті шешіп аузына тығып жібердім. Қақалып оянғандай болып еді, шашынан тартып тұрып, көмейіне ағызып жатқызып жібердім. Ертесіне пойызға отырып, кейін тартып тұрдым. Үйге келіп келіспей қалды дедім жұмысым. Ал анау мені жеткен уақытта жазды, бәрі нормально. Соған қарағанда баласы да ештеңе демеген-ау деймін.